Қазақ тілі 3 сынып 76 сабақ. Зат есімнің тәуелденуі. Бүгінгі сабақта балалар зат есімнің тәуелденуі жайында өтеміз. 40 тапсырма өлеңді оқы. Өнердің бәрін біл деген әкемді тыңдап күндемен, ақылымен анамның сурет салуды үйренем. Жеті өнер де аз деген адамды тыңдап күндемен, ақылымен әжемнің ой ойып үйренем. Домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күндемен, ақылымен күйшінің күй тартуды үйренем. Жұмабай Қайранбай. Өлең не туралы? Өнер туралы. Оған ат қой. Өлеңге өнерлі бала деп ат қойдым. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Жігітке жеті өнерде аз демекші, өнер жайында айтылған. Өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай? Бұл үлкен аға әпкесінің, ата әжесінің, анасы мен әкесінің айтқан тыңдайтын өнерлі бала жайында. Өлеңнің соңғы шумағын 4 жолын. Қатесіз көркем жаз. Келесі тапсырма. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Қосымшаның сөзге қандай мағына үстеп тұрғанын айтып көр. Өз ойыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Қарамен жазылған сөздер әкемді, ақылымен, анамның. Бұл жердегі сөздерде түбір сөздер әке, анамның деген сөзде ана және ақылымен дегенде ақыл түбір сөздер. Осы түбір сөздерге тәуелдік жалғаулы жалғанып, жаңағы жеке өзіне тәуелді болып тұр. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атаймыз. Оған мысалы өнерім, әкем, әжең, аты, атасы. Тәуелдік жалғаулар 3 жақта айтылады. Жекеше және көпше түрде айтылады. Мысалға, менің досым, екінші жақта сенің досың, сыпайы түрде сіздің досыңыз, үшінші жақта оның досы. Көпше түрде досымыз, достарың, достарыңыз, достары. Ал енді есіңде сақта, зат есімнің тәуелдік жалғаулары. Яғни 3 жақта дедім. Бірінші жақ менің және жекеше түрде ым жалғаулар жалғанады, көпше түрде ымыз, іміз болып жалғанады. Екінші жақта яғни сенің, жекеше түрде ыңыз жалғаулар жалғанып, сыпайы түрде іңіз деген жалғаулар жалғанады. Яғни үшінші жақта оның с жалғаулар жалғанады. Шығармашылық үзіліс. 41 тапсырма жұмбақтың шешуін тап. 2 желім, күйдің көрігі, әннің көлігі. Тәуелдеуі зат есімдер тауып, түбір сөздің соңғы дыбысының өзгеру себебін түсіндір. Яғни жұмбақтың шешуі домбыра. Тәуелдеулі зат есімді сөздер көрігі, көлігі. Түбір сөз көрік, көлік. Осы түбір сөздерге тәуелдік жалғаудың 3 жағы, яғни жалғауы жалғанып, көрігі болып өзгеріп тұр. Келесі тапсырма 42 тапсырма. Суретке қара. Ыбырай Алтынсариннің Кел балалар оқылық өлеңіндегі мазмұны осы суретке сәйкес келетін жолдарды тауып оқы. Кел балалар оқылық оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Бұл өлеңде, яғни балаларды оқу білімге, өнерге шақырып жатыр. Келесі тапсырма 43. Берілген сөздерді тәуелдену ерекшелігіне қарай топтап ажыратып жазыңдар. Бұл жерде бірінші жақта, яғни жекеше түрде менің домбырам. Екінші жақта сенің домбыраң, добың, қылғаламың. Сыпайы түрде сіздің домбыраңыз, қылғаламыңыз, добыңыз. Үшінші жақта оның домбырасы, қылғаламы.